Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Менің есімім Азамат, біздің каналға қош келдіңіз. Инстаграмда, ютубта әр видео астында мен сұрап отырамын, қандай тақырып сіздерге қызық деп. Сол жерде көп сұраған тақырыптардың бірі орыс тілінде сөйлем құрау деп. Бұл маған да өзіме де қызық тақырып. Негізінде кезінде мен де сөйлем құрап үйрене бастаған кезде мен қазір айтатын сіздерге мынау сенесім, мен филолог емеспін, мен орыс тілі мұғалімі емеспін. Мен оны зерттеп қарамағам, мен просто өзім үйренгеніммен, өзім бақылап, өзім қарағаным. Сондықтан қазір филолог мұғалімдер мен көріп қойып, мынау тағы не деп отыр десе, алдын ала кешірім сұрап қояйын. Мен мұны зерттеген жоқпын. Бұл мен өзімнің көзқарасым, өзім үйренгенім. Енді айтып кетейін, қараңыз. Орыс тілі мен қазақ тілінде қалай сөйлем қоямыз, иә? Мен қазір бір айырмашылығын айтып кетейін. Қысқадан бастайық. Мысалы, я купил. Бір сөз. Мен сатып алдым. Я стою. Мен тұрмын. Я жду. Мен күтіп тұрмын. Тағы ғана сөздер бар. Я ушел, мен кеттім. Я иду, мен келе жатырмын, да. Яғни бұл жерде я и жаңа істеген не істедім деген сияқты етістік. Я иду, я куплю, я ищу. Яғни қазақ тілінде, орыс тілінде екеуі бірдей, иә. Ал енді соған тағы да сәл өзірақ қосайық, бір сөз қосайық. Я купил дом дейік. Я мысалы, я купил машину дейміз. Яғни я купил дом. Енді бұл жерде бір айырмашылығын қараңыздар. Орыс тілінде дом деген бір сөз қостық қой, я купил, алдына я купил ғана болды. Енді я купил дом дедік. Яғни тағы да бір сөз қосылған кезде ол соңына қосылады. Біздің қазақ тілінде ол ортасына, басына қосылады. Мысалы, мен үй сатып алдым. Жаңа мен сатып алдым болса, енді мен үй сатып алдым, иә. Бізде қазақ тілінде қалай айналдырсақ та бізде қатып қалған орны бар. Бізде орнымен жылжымайды. Егер де біз сатып алдым мен үй десек, ол дұрыс емес, иә, олай сөйлемейміз. Яғни қазақ тілінде қатып қалған бір орны бар, оның бір ережесі бар, ол жылжымайды. Бізде етістік қандай да болса, ұйқыдан түнде тұрғызып сұраса, етістік бізде ең соңында тұрады. Мен ұйықтап тұрдым, мен жүріп бара жатырмын, мен сатып алдым, мен үйттім, бүйттім, сөйттім, анау бәрі ең соңында тұрады, иә. Не істегенім, не істедім деген сұрақ ең соңында тұрады, етістік. Ал орыс тілінде бұл секіріп жүре беруі мүмкін. Я купил дом, дом купил я, қоса беруге болады. Бірақ бұл жерде кішкентай ғана бір айырмашылық бар, сөздің мағынасы өзгеруі мүмкін. Мысалы, я купил дом деген кезде, бұл жерде ең сөз, соңғы сөз дом соңында тұр. Үй деген бізде қазақ тілінде ортасында тұр, иә. Енді бұл жерде қарасаңыз, бұл жерде мағына не деп отыр? Мен үй сатып алдым деген мағынада тұр, иә. Яғни дом ең соңында тұр. Егер де орнын ауыстырып қойсақ, я дом купил десеңіз, бұл жерде ең басты мағына сатып алғаныңызды туралы айтып тұрсыз, иә. Мысалы, сол бірінші орынға шығып тұр. Егер де тағы да орнын өзгертіп дом купил я десеңіз, олай айтуға да болады, бірақ бұл жерде сәл мағынасы өзгереді. Үйді мен сатып алдым, мен деген сияқты көрсетіп, бұл жерде ең басты мағына сіз соңында жаңағы я деген соңында тұрғаннан кейін бұл үйді сіз сатып алғаныңыз туралы соны білдіргіңізге бірінші очередь. Енді қараңыз, я купил дом, мен үй сатып алдым. Қазақ тілінде орын ауыспайды, қатып қалған, орыс тілінде орын ауыстырады. Енді ары тағы да сөз қосайық. Я купил дом в центре города. Енді қараңыз, байқап жатсыз ғой, я купил дом в центре города. Ал қазақ тілінде қалай? Қазақ тілінде алдына кетті. Мен орталықтан үй сатып алдым. Үй сатып алдым, сол әлі сол жерде тұрды, алдына қосылды. Ал орыс тілінде сонда ғана қосылды. Я купил дом в центре города. Енді тағы да қиындатайық. Я купил дом в центре города за 100 000 долларов, да? Сол кезде қараңыз, дәл сол күйінде тұр. Тек қана соңына қосылды сауда. Я купил дом в центре города за 100 000 долларов. Қазақ тілінде мен 100 000 долларға орталықтан үй сатып алдым. Қарап отырсаңыздар, не байқадыңыздар? Орыс тілінде сөз ұзарған сайын ол артына қосыла береді. Яғни артында сол айтылған ең соңғы сөз ең басты сөз болып тұрады. Сол мағынасы сол туралы, иә. Мысалы, бұл жерде мысалы я купил дом в центре города дегенде сіз басты мағына бұл жерде орталықтан үй сатып алғаныңызды бірінші соны білдіргіңіз келіп тұр, да? Ол сөз соңында тұр. За 100 000 доллар деген кезде сіз бұл жерде айтып отқан мағынаңызда үйді 100 000-ға сатып алғаныңыз бірінші орында тұр. Үйді 100 000 долларға сатып алғаныңыз бірінші орында тұр. Сосын ғана жаңа үй сатып алғаныңыз былай болып келіп тұр. Біздің қазақ тілінде керісінше бірінші орында тұрады. Үйді қаншаға сатып алғаныңыз, қай жерден сатып алғаныңыз, сосын үй сатып алғаныңыз, иә. Мен 100 000 долларға орталықтан үй сатып алдым. Айырмашылығы көп тұрсыздар, иә. Біздің қазақ тілінде орны ауыспайды, қатайып қалған орны бар. Орыс тілінде орындан ауыстыра беруге болады. Бірақ аздап қана
оны орыс тілді өздері байқамаса, қазақ тілін орыс тілін үйреніп жүргендер байқай бермейді. Я купил дом деп анау күні жазған кезде маған орысшасын қазақшасын маған былай жазды мысалы. Мен үй сатып алдым деп жазғанда орысшасында я дом купил бола ма деп айтады да мысалы. Былай қарап отырсаң, олар тікелей аударып отыр да. Мен үй сатып алдым, тікелей алған кезде я дом купил деп. Ал енді қорытындылай кеткен кезде қалай? Қазақ тілінде оның бір ережесі бар, ол өзгермейді. Бір орында тұрады, рет-ретімен қатарлап жүреді. Ал орыс тілінде секіріп жүре беруі мүмкін, бірақ мағынасы өзгереді. Ең соңында тұрған сөз ол басты мағына болып білдіреді. Жаңағы сөзін ұзартқан сайын орыс тілінде, бұл жерде менің ойымша орыс тілін үйреніп жатқандар оңайлау қазақ тілінен қарағанда. Орыс тілінде артына қосылып кете береді келесі сөздер. Сөйтеді, одан нүкте болып келесі сөз басталып кетеді. А қазақ тілінде керісінше алдына қосылып кете береді, мына айтқан сөзіміз артында қалып кетеді. Сол сияқты мына басқа да сөздер келтіріп, өздеріңіз қазір мысалдар келтіріп астына жазып беріңіздер. Сосын тағы достар, сізден сұрайтындарым, осы видеоға лайк басып, комментарий басып қойсаңыздар екен, өйткені біз коммент болған сайын, лайк болған сайын видеоның қаралымдығы көбейе береді. Қаралым көбейген сайын біз шабыттанып видео шығара бергіміз келе береді. Кейбір кезде қанша уақытымызды, күшімізді монтаждап шығарған кезде, аз қаралым болған кезде сөздің шыны керек бір ешкімге керек емес зат істеп жатқандай болып сезініп қаламыз. Сіздер үшін лайк басып, комментарий жазып 10-15 секунд қана уақыттарыңыз кетеді, ал біз үшін ол қаралым болады. Қаралым болған сайын видеолар көп бола береді. Сондықтан достар, лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп, егер де достарыңызға бөліссеңіздер, нұрдың үстіне нұр болар еді. Жақсы достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.